Мен Дидар Дәулетұлы. Және тақырып to be. To be қазақ тілінде тікелей аударған кезде болу, бар болу деген мағынаны білдіреді. Бірақ алдыменен ағылшын тіліндегі жақтарды қайталап алсақ. I есімдігі бірінші жақта қолданылады, ал we, you, they есімдіктері екінші жақта қолданылады. He, she, it есімдіктері үшінші жақта қолданылады. I, you, he, she, it есімдіктерін жекеше түрде қолданамыз, ал we, you, they есімдіктерін көпше түрде қолдана аламыз. Ал енді to be жайлы жалғастырсақ. To be етістігінің сөйлемдегі қолданылу мақсаты қандай? To be ол бір нәрсенің бар екендігін, оның екінші бір зат екендігін, немесе оның қандай да бір сипатқа ие екендігін білдіру. Ағылшын тілінде үш түрлі уақыт шақтар болса, to be етістігі осы шақта үш түрлі формаға ие. Олар am, is, are. Бірінші шақта I есімдігінен соң am атты to be етістігі қолданылады. Мысалға, I am beautiful. Мен әдемімін. Бұл мысалдағы am етістігінің қолданылу мақсаты адамның, яғни оның әдемі екенін білдіру, немесе бір заттың қандай да бір сипатқа ие екендігін білдіру. Екінші жақта you есімдігінен соң are атты to be етістігі қолданылады. Мысалға, you are very smart. Сен өте ақылдысың. Бұл мысалдағы are етістігінің қолданылу мақсаты сенің, яғни оның өте ақылды екендігін білдіру, немесе бір заттың қандай да бір сипатқа ие екендігін білдіру. Үшінші жақта he, she, it есімдігінен соң is атты to be етістігі қолданылады. Мысалға, she is at home. Ол қыз үйде. Біз осы he, she, it есімдіктерін қазақша ол деп аударсақ болады. Ал көпше түрдегі you, we, they есімдігінен соң are атты to be етістігін қолдана аламыз. Мысалға, we are at school. Біз мектептеміз. Ал енді to be етістігінің болымды, болымсыз сұраулы сөйлемдерде қолданылу формуласымен танысайық. Болымды сөйлем жасау барысы ол сөйлем subject, яғни бастауышқа to be етістігі қатар қойылып жасалынады. Мысалға, I am a teacher. Мен мұғаліммін. She is student. Ол студент. We are dancers. Біз бишілерміз. Ал болымсыз сөйлемді to be етістігінен кейін not сөзін қою арқылы жасаймыз. Мысалға, I am not a teacher. Мен мұғалім емеспін. She is not student. Ол студент емес. We are not dancers. Біз биші емеспіз. Сұраулы сөйлемді әдетте to be етістігін бастауыштың алдына қою арқылы жасайды. Мысалға, are you a teacher? Сіз мұғалімсіз ба? Is she student? Ол студент ба? Сұраулы сөйлемді кейде WH сөздермен де бастауға болады. WH деген ол what, who, where, why, how much деген сөздер. Мысалға, how are you? Қалыңыз қалай? How are they? Олар қалай? To be етістігі өткен шақта екі түрлі формаға ие. Олар was, were. Бірінші шақта I есімдігінен соң was атты to be етістігі қолданылады. Мысалға, I was a student. Мен оқушы едім. Екінші жақта you есімдігінен соң were атты to be етістігі қолданылады. Мысалға, you were very smart. Сен өте ақылды едің. Және he, she, it есімдігінен соң was атты to be етістігі қолданылады. Мысалға, she was at home. Ол қыз үйде еді. Ал көпше түрдегі you, we, they есімдігінен соң were атты to be етістігін қолдана аламыз. Мысалға, they were at school. Олар мектепте еді. Енді осы to be етістігі өткен шақтағы болымды, болымсыз сұраулы сөйлемдерде қалай қолданылатынын көрейік. Болымды сөйлемде
Мысалға, Талғат was a taxi driver. Талғат таксист болған. Біз мұндағы was етістігі арқылы сөйлемге өткен шақтағы мағынаны беріп тұрмыз. Енді болымсыз сөйлемге назар аударсақ. Мысалға, I was not a fisherman. Мен балықшы емес едім. Мұнда was етістігіне not сөзі жалғану арқылы сөйлемге болымсыз мағына беріп тұрмыз. Ал келесі сұраулы сөйлем. Мысалға, were you a student of Казну? Сіз Казнудың студенті болғансыз ба? Мұнда біз were етістігін сөйлемнің басына шығардық, сұраулы сөйлем жасау үшін. To be етістігі келер шақта бір формада қолданылады. Ол will be және shall be. Айта кетерлік жайт, әлемде ағылшын тілінің бірнеше түрі бар. Мысалға, американдық ағылшын тілі және классикалық британдық ағылшын тілі. To be етістігінің will be формасын біз американдық ағылшын тілінде қолдансақ, классикалық британдық ағылшын тілінде біз will be және shall be екеуін араластырып қолдана береміз. Біз келер шақта I есімдігімен бірге shall be немесе will be екеуін қолдана аламыз. Мысалға, I shall be a student немесе I will be a student. Мен оқушы боламын. Ал келер шақта you есімдігімен бірге тек will be етістігін қолданамыз. Мысалға, you will be very smart. Сен өте ақылды боласың. Және келер шақта he, she, it есімдігімен бірге will be етістігі қолданылады. Мысалға, she will be at home. Ол қыз үйде болады. Келер шақта біз we есімдігімен бірге shall be немесе will be етістігін, ал you, they есімдігімен бірге тек will be етістігін қолданамыз. Мысалға, we shall be at school. Біз мектепте боламыз. They will be at school. Олар мектепте болады. Енді осы to be етістігі келер шақтағы болымды, болымсыз сұраулы сөйлемдерде қалай қолданылатынын көрейік. Болымды сөйлемде, мысалға, I shall be a teacher of English language. Мен ағылшын тілінің мұғалімі боламын. Мұндағы shall be етістігі арқылы сөйлемге келер шақтағы мағынаны беріп тұрмыз. Енді болымсыз түріне назар аударайық. Мысалға, he will not be in stadium tomorrow. Ол ертең стадионда болмайды. Мұнда will етістігіне not сөзі жалғану арқылы сөйлемге болымсыз мағына беріп тұрмыз. Ал сұраулы сөйлемге келсек, мысалға, will they be here after 2 hours? Олар осы жерде 2 сағаттан кейін болады ма? Мұнда біз will етістігін сөйлемінің басына шығарып, be сөзін өз орнында қалдырдық, сұраулы сөйлем жасау үшін. Жалпы to be етістігі сөйлемде 4 түрлі жағдайда қолданыла алады. Бірінші жағдай noun қосылған noun, яғни зат есім мен зат есім қатар келген кезде біз to be етістігін қолданамыз. Мысалға, Абай is a poetry. Абай ақын. Екінші жағдай noun қосылған adjective. Ол зат есім мен сын есім қатар келген кезде біз to be етістігін қолдана аламыз. Мысалға, she is beautiful. Ол қыз әдемі. Яғни біз кез келген заттың қандай да бір сипатқа ие екендігін білдіру мақсатында is етістігін қолдандық. Үшінші жағдай noun қосылған adverb, яғни зат есім мен істеу қатар келген кезде біз to be етістігін қолданамыз. Мысалға, we are at university. Біз университеттеміз. Істеу әдетте бір заттың қайда, қашан екендігін білдіру мақсатында қолданылады. Ал төртінші жағдай noun қосылған numerals. Ол зат есім мен сын есім қатар келген кезде біз to be етістігін қолданамыз. Мысалға, Әсел is 19. Әселдің жасы 19-да. Яғни біз бір адамның немесе заттың жасы нешеде екенін білдіру мақсатында is етістігіне жүгінеміз. Сонымен біз осы аталған 4 жағдайда ғана to be етістігін қолдана аламыз. Ал
to be етістігінің сөйлемде қолданылмайтын жері бар. Ол noun қосылған verb, яғни зат есімен етістік қатар келген жағдайда. Мысалға, the teacher is explains деп айта алмаймыз. Себебі сөйлемдегі is сөзінің өзі өз алдына етістік, explains сөзі де етістік. Сол себепті біз бұл мысалдан is етістігін алып тастаймыз. Дұрысы, the teacher explains болады. Сонымен біз to be-ді көп жағдайда етістік жоқ болған кезде қолдана аламыз. Мысалға, I am a teacher. Мен мұғаліммін. Мұндағы сөйлемде ешқандай іс-қимыл жоқ.